нәрсе бар. Қазір оны қалай болатынын түсіндіремін. Міне, бірінші біз бір неде өкпедегі бір ауру болады. Оған антибиотик гризеофульвинді қолданады екен. Ол гризеофульвинді қолданғаннан кейін не бола бастайды уже? Инфекция, терінің инфекциясы болады. Тері ауырады. Одан кейін қотыр шығады. Сосын біз қотырға манағы дәрілерді егіп, тағы да бір ауруды шығарады екенбіз. Ол ауру манағыдай тағы да бір аяққа кетеді екен. Аяққа ауру кетеді, оны мен білмем қалай. Оның ішіндегі нелер болады. Әртүрлі